Мына совхоз дегенде шабындық поле болған. Хозяйствоның жерін сатып алып, мынадар жаңа общественный қой қойды. Фабриканы осы жерге қой қайтты. Сол жаңа сіздерге көрсеткен ана рудан осы жерге тасып, міне мына жылға да міне бастау бар, міне бір бастау. Міне де екі бастау бар. Ана сайда бастау бар. Соның бәрін Маралда өзеніне бар құйыла. Жаңа айтты ана балықтар талменде ол таза суда жүреді балықтар. Міне мынарда өсімдіктерден жаңа Қызылкөл, ненің рауғаш өседі, бүлдірген дейді. Бүлдірген өседі бәрі. Ана аңдардан суыр, ана саршындақ бәрі аңдар, түлкі түгел осы жерде жүреді. Оның вредності жоқ дейді ана жолда. Міне марттан бері міне 4-ші міне уақыт біздің ауылдан шығып тұрады. Былтыр міне сіздер өздеріңіздер болдыңдар. Тура осы әңгіме былтыр ана бастығы болған Анварға деп претензия береді еткенде осы әңгіме болған. Өлген қанша мал болды. Міне жаңа көріп тұрсыздар ана жайылып жүрген ауылдың малдары. Оның бәрі қайда барады? Шығаратын екі сиыр сауып күн көріп отырған ол сиырдарын да баға алмай қалады ертең. Ал ана хозяйстводағылар сатты. Хозяйствоның қазір біреуі жоқ. Олар сататын алатын ақшасын алып алды. Сол секілді әңгімелер мына қажет. Бұрынғы өкімет кезіндегі егін еккен егістік жер кәдімгі. Қазір жайылым жер деп алған. Ал жайылым қазір совхоз жоқ, жайылым жер деп алған. Ауылдың міне акиматтың астында 3 шақырым 4 шақырым полозы жері бар ғой, жайылым жер. Ал енді мында фабриканың рудан шақырымға да толмайды. Соның бәрін мен сіздерге айтырып, міне бағанадан ана жақтан да мына жақтан тура ана тауының астында міне жаңа міне ерік ағалар сөйлесіп мен тура соның астында тұрамын. Ал міне 250 тонна годына бір жылында сондай выход істесе, енді өздеріңіз представлять етсеңіз қайда барады олар? Тем более жел ана жол айтты, жел соқпайды. Жоқ, тура мына ауылға соғып тұр міне. Осының бәрін доказать етіп тұрған өзіңдер сіздер міне осыны шығарасыздар. Былтыр мына кісі болған, тура Анвардың жанында. Арғаты выход болмайды, сол президенттің өзінің жолдауы болып тұр мына. Халық ауыл